Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписать балаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Астанада аптап ыстықтың беті қашан қайтады? Астанада 2-3 тамыз күндері ауа райы құбылмалы болады. Синоптиктер қысқа мерзімді жаңбыр жауатынын болжағанымен, күндіз ауа температурасы +32 градусқа дейін жетеді, деп хабарлайды Казанеws КЗ. Синоптиктердің болжамынша, сенбі 2 тамыз күні елордада күндіз ауа температурасы +32 градусқа дейін көтеріледі, түнде +21 градус шамасында болады. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жаууы мүмкін. Оңтүстік шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 5 метрге дейін жетіп, екпіні 9 метр секунд болуы ықтимал. Жексенбі 3 тамыз күні Астанада ауа райы сәл салқындайды. Күндіз +29 градус, түнде +19 градус болады деп күтіледі. Сондай-ақ жауын-шашын болжанып отыр. Жел бағыты солтүстік батысқа ауысып, жылдамдығы шамамен 5 метр секунд, екпіні 10 метр секундқа дейін күшейеді. Жаңбыр жауғанына қарамастан елордада ыстық ауа райы сақталады. Осыған байланысты мамандар тұрғындарға сұйықтықты көбірек тұтынуға, күннің ыстық уақытында ұзақ жүрмеуге және сыртқа шыққанда қолшатыр алып жүруге кеңес береді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.